Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз орыс тілі мен әдебиеті пәнінде қолдануға болатын жасанды интеллект түрімен танысамыз. 6 сынып 1 тоқсанның тақырыбы Антон Павлович Чехов «Хамелеон». Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты – определять основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний, понимать основную информацию, определяя тему, цель и назначение текста. Сабақтың мақсаты определяет основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний, понимает основную информацию, определяет тему, цель или назначение текста. Сынып 3 топқа бөлінеді. 3 топқа 3 түрлі жасанды интеллект құралдарын қолданатын тапсырмалар беріледі. Бірінші топтың тапсырмасы: прочитайте анализ рассказа, дополните его, опираясь на текст произведения, объясните значение выделенных слов. Оқушылар бұл тапсырманы Napkin AI жасанды интеллект көмегімен орындайды. Екінші топтың тапсырмасы: описать иллюстрацию к рассказу «Хамелеон». Бұл тапсырманы орындау үшін оқушылар ноутбук LM сайтын қолданады. Үшінші топтың тапсырмасы: создать изображение персонажа. Бұл тапсырманы Gemini сайтымен орындайды. Бірінші топ ең алдымен Google-дан Napkin AI деп теріп іздейді. Бірінші шыққан сайтқа кіреді. Бұл бізде ағылшынша сайт, сол себептен алдымен орыс тіліне аударып аламыз. Вайти батырмасын басамыз, ары қарай Google аккаунтпен кіріп, тез тіркеліп алсақ болады. Сәтті тіркеліп болғаннан кейін бізде басты бет ашылады. Осы жерде біз қара түсті New Napkin батырмасын басамыз. Осы жерде бізде күлгін түсті By pasting my text деген батырманы басамыз. Ары қарай біз осы жерге әдістемелік нұсқаулықтағы дайын тексті әкеліп вставить етеміз. Дегенмен бұл жерде бізде вставить батырмасы басылмайды. Сол себептен Ctrl-V клавиштерін басып қоятын боламыз. Осылай біздің қойылған мәтініміз көрініп тұрады. Сол жақ бөлігінде көк түсті батырма шығады. Сол батырманы басамыз. Бірнеше секундтың ішінде біздің мәтінімізге байланысты әртүрлі сызбалар дайын болады. Өзімізге ұнаған сызбаны таңдап алсақ болады. Оқушылар осы дайын сызбаларды жүктеп алады. Осы сызба бойынша тақырыптарын қорғай алады. Екінші топ тапсырмасын орындау үшін Google сайтынан ChatGPT деп іздейді. Бірінші шыққан сайтқа кіреді. Ары қарай әдістемелік нұсқаулықта көрсетілген суретті әкеліп вставить етеді. Тапсырманы ары қарай орындау үшін бізде әдістемелік нұсқаулықта тағы да суреттің астында промпт бар. Сол промптты да вставить етеміз. Жіберу батырмасын басқаннан кейін ChatGPT бізге суреттің анализін жасап, сұрақтарға жауап жазып береді. Сол жауаптарды оқушылар оқиды, ары қарай талдайды. Үшінші топ Google-ға Gemini сайтын теріп іздейді. Бірінші шыққан сайтқа кіреді. Ары қарай бізде нұсқаулықта көрсетілген арнайы промпттарды алып, тапсырманы орындайды. Промптты ең алдымен копировать етеді. Ары қарай Gemini сайтындағы создать изображение батырмасын басады да дайын промптты вставить етеді. Ары қарай жіберу батырмасын басады. Сәл күткеннен кейін бізге Gemini сайты промпт бойынша суреттерді жасап шығарып береді. Бірақ бізде ағылшын тілінде жасап беру мүмкін. Сол себептен қайтадан промптты копировать етеміз, вставить етіп, на русском деп жанына жазып қоямыз. Сол кезде бізде Gemini екінші ретте орыс тілінде жасап беретін болады. Ары қарай оқушылар осы суреттерге қарай отырып, кейіпкерлерді сипаттап, тапсырманы орындайды. Осылайша оқушылар тақырыпқа байланысты 3 түрлі тапсырманы 3 түрлі жасанды интеллект көмегімен орындап шығарады. Сіздерге видео түсінікті әрі қызықты болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.